Абыкенбек Топсықұлы атындағы мектепке келдік. 7-ші мектеп деп аталады. Данагүл апа 5-ші сыныптың оқушыларына біздің міне Жақсылығы апайымыз, Күріш апамыз келіп, қазір шеберлік сағатын осында өткізейді. Күріш апа, қандай технологияны көрсетіп жатырсыз? Қазақтың бұрынғы әжелеріміздің ұстап келген біз кестесі мынау. Біз кестесі. Иә, осы үйде қалып бара жатыр, мына ұлтқа өмірі болсын деген осы біз кестені дәрі-дәріптеуге жағдай етілген. Қазақтың керледі бауыр, керле, оңған. Біз кесте міне түкшеден жатырмыз. Өткен әжелеріміз керемет есін. Есінде чегі сондай есін отырды. Ол кісінің чегін еріп береді, олыс соны кестерін өткенде бізге адамдық десек арбақты шегендіріп қойыпты. Сонда қорқып әйгісте қара тергепші өзі қарап отыр, мына бетелеп отыр, мына қыл ал деп. Содан қара тергепші отыр, сөйтіп үйренген. Тамирис, ұнай ма істеп атқан? Осылай істересің ба? Істеген келе ма? Жақсылық апа, сіз... Сосын мен көрсетіп мынау детский маечка или солай кетіп әдететіп а мынау мне взрослый болады маечка, футболка, туника болады. Мұнаның барлығы өзіңіздің тоққан бұйымдарыңыз ғой, мынау шашқа, резинка, надан неге. Назгүл Еркебұлан қызының 5-ші сынып не классы әжелерінің қолдан жасаған өнерлерін тамашалап, екіншіден соның мүмкін әрмақтай. Мынау киізден тоқылғандар, е? Иә, кигізден. Кигізден міне тоқылғанда. Бұл Сәуле апайдың бұйымдары басылған. Сабынменен жұмыс істейміз. Перемен жұмыс істейміз. Сонымен басылған содан кейін кептіліп. Бір мойыншақты жасауға қанша уақыт кетеді, Сәуле апай? Бір мойыншақты жасауға мастер-класс болған күнде, бір сабақта жасауға болады, бірақ та оған кішкене жұмыс. Бірінші сабақта дайындап, екінші сабақта бітіруге болады, қайсы ұнады сендерге? Күріш апаның жасап атқан бұйымына қызығушылықтар көп. Виктория поедет. Виктория, ой, смотрим, какие. Қараңыздар. Виктория Эльвировна 5-ші сыныпқа келді. Өзінің халықаралық дәрежеге шығып жүрген көрмелері, міне алқаларын қазір міне біздің оқушыларға көрсетіп жатыр. Я Светлана Виктория Эльвировна, член Союза ремесленников Казахстана. Создаю вот такие авторские украшения от эскиза до конечного результата. Свои работы представляю не только в области, не только на республике, но и защищаю честь Казахстана на международном уровне. Добилась всех результатов самостоятельно. Самое главное поставить цель, что вам нравится. Это мое любимое дело, это мое хобби, это любимое дело. Главное поставить цели и потихонечку маленькими шажочками идти. То, что вы захотите в своей жизни, все можно добиться. Натуральных камней, да? Да, обязательно. Да. И где вы достаете вот эти, откуда берете? Здесь уже покупаете сейчас. Ага, все покупаете. А на одно изделие сколько времени уходит? Всегда по-разному. Всегда по-разному. Тоже не знает, откуда будет. От настроения тоже, да? Настроение, да. Муза придет. Да. Муза придет. А когда вы этим начали заниматься? Ну, у меня был определенный момент в жизни, который перестроила было до жизни и стало после. Значит, в этот период я потихонечку... У меня нет художественного образования. К сожалению, не было возможности. Сейчас как бы поздно учиться. Тут, знаете же, дары-то, да? Это все изнутри. Изнутри. Каждое украшение я делаю для себя. И делаю все по-наитию. То есть не с самого детства, даже не с молодости. А до этого вы где работали? Образование бухгалтер. Бухгалтер? 4 года я уже шила костюмы на кукол.
7 лет я уже начала вязать, уже в школе одежду, шапочки, варежки, носочки. А потом промежуток времени 20 лет ничего не делала, потом решила, что нужно начинать. И вот потихонечку Украина занимается такими работами. У нас в Казахстане мало. Ну, чтобы так профессионально. Да, Всему можно научиться. Да, всему можно научиться. вообще красота. Эксклюзив. Естественно, эксклюзив. Жасайм деген адамға енді керемет